Армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі оқырмандар. Қасиетті Рамазан айымен бірге келіп жеткен 1 май Қазақстан халықтар достығы күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн біздің тәуелсіздігіміздің мызғымас тірегі, ұлы бірлік күні. Бірлік бар жерде тірлік бар деген дана халқымыз. Бірлігіміз берік болып, кешегі бабаларымыздай қазақ елін көркейту жолында аянбай еңбек ететін ұрпақтардан болайық. Бейбіт таңда түріліп түндігіміз, көрінсін ізгілік пен ірілігіміз, төртеу түгел жұмылып жұдырықтай, әрқашан мызғымасын бірлігіміз. Здравствуйте, дорогие друзья! Коллектив сотрудников областной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина поздравляет вас с Днем Единства народов Казахстана. 1 май – важный праздник. Дружба народов Казахстана – один из основополагающих законов существования и развития нашего многонационального государства. Важно, чтобы в нашей стране каждый чувствовал, что Казахстан – его родной дом. Каждый чувствовал себя счастливым, жил, работал, творил для процветания своей семьи и большой дружной семьи народов Казахстана. Мы чтим язык и национальные традиции посетителей нашей библиотеки, каждого читателя за его образ мыслей, культуру поведения, за уважение к книге и стремление к знаниям. Библиотека – хранилище мудрости всех народов мира, где ценна каждая личность. Желаем процветания каждой семье, благополучия, мира, ведь счастье каждого – это составляющая великого будущего страны. С праздником! Congratulations on the 1st of May, the day of spring and labor. For many people, this holiday symbolizes the coming of spring, warmth, the awakening for nature, the expiration of creative work. Only working and creative one can achieve success. This day is holiday of mutual understanding, peace and harmony among people living one land. I wish you, your relatives and friends health, well-being, peace and good luck. Let you succeed in everything you do. Во всіх вас будем в городі, в селі, радісно на серці, повно на столі. І у вас, і у нас так і буде якраз, каби всі ми в радості жили. Хліба, сонця на руках, щастя в серці, радостю в очах. Зорний спів ніжнівень, шодрає жніво, водор караваю, лето хорозбо. Хлеб да соль, вышитый обрус. Хлеб да соль, хлеб да соль. Құрметті оқырмандар, сіздерді Пушкин атындағы Шығыс Қазақстан облыстық кітапханасы Қазақстан бірлігі күнімен шын жүректен құттықтайды. Бұл мереке барлық ұлт өкілдерінің ынтымақтастығы мен достығының, бейбіт өмірдің рәмізі, ал бейбітшілік пен тұрақтылық мемлекетіміздің негізі, рухани байлығы. Қаймағы бұзылмаған қазақ жері бүгінде көп ұлтты мемлекеттердің біріне айналып отыр. Достар, сіздерге шынайы көңіл мен бақыт береке, ашық аспан, елімізді өркендету жолындағы еңбектеріңізге мол табыс,
отбасыларыңызға аманшылық пен шаттық тілейміз. Бір шаңырақтың астындағы халқымыздың достығы мен өзара түсіністігі жалғасып, еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. Қазақстанның бірлігі күні құтты болсын. Label Landsleute, das deutsche Kulturzentrum Wiedergeburt wünscht euch zum 1. Mai Gesundheit, Glück, Frieden und Optimismus. Я уверен, что единство народа, детище нашего президента, даст нам возможность справиться с любыми задачами и войти в число самых развитых стран, 30-ку развитых стран мира. Спасибо вам огромное. Пусть в каждом доме будет благополучие, достаток, здоровье и все самое светлое. Le 1er mai, c'est le jour de l'unité des peuples du Kazakhstan. Les Kazakhs, les Ukrainiens, les Russes, les Allemands, les Coréens, tout le monde vit en harmonie dans notre société. Et je suis fière de pouvoir être un ami avec des gens différents. Fêter Maslenitsa ou Nowruz, comprendre et respecter les traditions des autres. Et en ce jour, je voudrais vous souhaiter premièrement de sauver l'unicité de votre nationalité. Parce que c'est quelque chose qui nous diffère, qui nous permet de connaître notre histoire, de connaître nous-mêmes et de sauvegarder l'esprit commun. Et deuxièmement, je vous souhaite de sauver l'unité dans la diversité. Cette unité magnifique que nous avons au Kazakhstan. L'union fait la force, et c'est vrai. La paix, la bonté, l'amitié. Bonne fête! Құрметті біздің сүйікті оқырмандарымыз, сіздерді 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мен ынтымақтастығы мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. 100-ден аса көп ұлтты халықтар татулығы, бейбітшілігі біздің ең басты байлығымыз. Оны көздің қарашығындай сақтауға тырысайық. Еліміздегі ұлттар татулығы әрдайым берік болып, береке бірлігіміз арта берсін.